Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сәрсенбінің сәтінде жобасының кезекті қонағы Макс-тур туристік агенттігінің директоры Стамбекова Ольга. Ольга ханым, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Ең алдымен қазақ тілін жетік меңгерген адам ретінде сізге қояр сұрағым, ең алғаш осы қазақ тілін қашан үйрене бастадыңыз және қалай меңгердіңіз? Мен бұрын қазақ тілі білмедім. 15 жыл бұрын қазақ жігітке тұрмысқа шықтым. Сол біз ата енеммен тұрдық. Олар менімен тек қана қазақша сөйледі. Содан үйреніп бастадым. Осы қалада тұрдыңыздар, иә? Иә, Қарағандыда тұрдық, иә. Жақсы. Негізі басында қиын болды, бірақ үйде тек қана қазақша сөйледі бәрі. Содан үйреніп кеттім. Біздің 3 баламыз бар. Үшеуі де қазақша балабақшаға барды. Қазір үшеуі де қазақша мектепке барып жүр. Сіздің жұмысыңыз жайлы айтып өтсек, осы туристік агенттікте қашаннан бері жұмыс істейсіз? 2013 жылдан бастап менеджер болып істедім осы фирмада. Енді 2017 жылы отбасылық бизнес аштық. Осы жұмысыңыздың ең қызықты тұсын айтып өтсеңіз? Келген адамдарға жаңа эмоция сыйлау, әсер қалдыру. Ал көбінде осы келетін туристер қандай бағыттарды таңдайды? Эмираты, Египет, Түркия, Вьетнам, Таиланд көп таңдайды адамдар. Сіздер қызметті қазақ тілінде көрсетесіздер, иә? Иә, қазақ тілінде қызмет көрсете аламыз. Осы көрнекі ақпарат және жарнама тілін біріздендіру жобасының аясында байқау өткенін білеміз, және сіздердің сол байқауға қатысып жүлделі орын алғандарыңызды да естідік. Сол жайлы айтып өтсеңіз бізге. Байқаудың мақсаты қазақ тілінде қызмет көрсететін кәсіпкерлерді таныту болатын. Біз сол байқауға қатыстық, бірінші орын алдық. Ольга ханым, сізге қоятын соңғы сұрағымыз, қазақ тілін меңгеріп жүрген адамдарға қандай кеңес берер едіңіз? Негізі ниет болу керек. Ниет болса, бәрінде үйренуге болады. Жақсы, рахмет. Сіздің жұмысыңызға тек сәттілік тілейміз. Рахмет.